Бірде Ғайса пайғамбар 10 қашыр мен 5 есекке жүк артқан Іблісті көрді. «О, Ібліс, қайда асықтың?» деді. «Базарға? Не апара жатырсың?» «10 қашыр мен 5 есекке артқан жүгім бар. Жүгің тым көп екен, сатып үлгересің бе?» «Менің тауарымның қаны жерге тамбай тұр, пышақ үстінен сатылып кетеді» деді. «Соншама қат болатындай не қылған зат ол сенікі?» деді. «Бір есекке өтірік пен жалғанды арттым. Екінші есегіме айла мен қулық сұмдықты теңдедім. Үшінші есектің сандығында зорлық зомбылық жатыр. Енді біріне күншілдік артылған. Талтаңдап жүре алмай келе жатқан мына есегіме тәкаппарлық пен өзімшілдікті арттым. Енді тек сәтін салса ең тез сатылатын тауарым осылар». Ғайса күліп: «Бұларың киер киім, не ішер ас емес, оларды кім алады?» деді. «Сенбесең менімен бірге жүр, өз көзіңмен көресің» деді Ібліс. Екеуі базарға келді. Базардағы жұрт Іблістің керуенін тағатсыздана күтіп отыр екен. Ібліс: «Базар әлі қызбапты. Қазір бұл базардың саудасын қайнатам» деді де тауарларын шығара бастады. Қалың жұрт ең бірінші өтірікке бас салды. Ібліс әп-сәтте ақшаға батты да қалды. Екінші қанар да ашылды. Одан қулық сұмдық мекерлік пен айла шықты. Алыпсатарлар таласып қалды. Кейбіреулері сол жерден шыға бере үстіне баға қосып қайта сатты. Ібліс ақшаны қалпына толтыра берді. Күншілдік пен іштарлықты күтіп тұрған жұрт үшінші қанарға жабысты. Бұл тауарға көбіне абысын ажыны мен көрші қолаңы мен бақталас қатын қалаштар үйреген. Олар да бағасына қарамады. Сұраған ақшасын лақтырып, тауарды талап алды. Әкім қаралар болса, зорлық, зомбылық салынған қаптарды қашан ашады деп күтіп тұр екен. Ібліс қаптың аузын ашқанша, олар бірін-бірі таптап кете жазды. Ақшасын тіпті алтынмен төлеп, барлығын сатып алды. Ібліс Ғайсаға қарап: «5-ші қапта ең қымбат тауар жатыр» деді. Ғайса: «Онда не бар еді?» деп сұрады. «Онда тәкаппарлық пен өзімшілдік жатыр». «Оны кім алады?» «Қуыс кеуде, сауатсыз, өмірде жолы болмаған дарынсыз, кеудесі нас надандар осы тауардың қолы» деді. Дегенше 5-ші қапта ашылды. Тауар сыртқа шашылды. Кілең қуыс кеуде надандар лап берді. Тауардың бағасы сол жерде қымбаттап бара жатса да, алушы азаймады. Керісінше жетпей қалып, арты талас төбелеске ұласты. Мына сұмдықтан шошынған Ғайса: «Әй малғұн, тауарың бітті ме?» деп дауыстап жіберді. Ібліс: «Жа, 10 қашар жүк әлі ашылған жоқ. Оны да күтіп тұрған бір қауым ел бар» деді. «Онда не бар?» деді Ғайса. «Қазір көресің» деп қашардағы жүгін сүрді. Онда бос сөз, дарақы күлкі, даңғаза той, мәнсіз әзіл, сауық сайран, өсек аяң, мақтаншақтық, ысырапшылдық, жағымпаздық, еріншектік, жалқаулық, салақтық бәрі толып жатыр екен. Әп-сәтте алушы жұрттың қарасы да көбейіп, кезекке тұрды. Ғайса жағасын ұстап: «Ібліс, сенің тауарыңа қызықпайтын адам бар ма?» деп сұрады. Ібліс сол кезде ауыр күрсінді да: «Өкінішке орай ондайлар да бар» деді. «Олар кімдер?» деді. «Олар жүрегі таза момындар. Мен оларды еш қызықтыра алмадым» деп күрсінді Ібліс. Ғайса базардағы жұрт үшін Құдайдан кешірім тіледі де, жүрегі таза момындарды іздеп,
базардан шығып жүре берді.